Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қатпарлы қытырлақ қаттама дайындаймыз. Егерде қаттаманың күшті рецептін іздеп жүрген болсаңыз, міндетті түрде сізге осы рецепті кеңес етемін. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіз. Қаттаманы газалған сусынмен жасаймыз. Менде сарыағаш осындай газалған. Соны таразының үстіне қойып өлшеп аламыз. Керекті мөлшердегі суды қойып, үстінен 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы ергенше араластырамыз. Енді үстінен 1 жұмыртқа салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейміз. Одан басқа сода, разрыхлитель ештеңе қоспаймыз. Қамырдың басын біріктіріп, қаттылау қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз иленді. Енді осыны бетін пакетпен жауып 10 минутқа қоя тұрамыз, тындырып. Оған дейін арасына жағатын сары майымызды дайындаймыз. Менде осында 72% жайлау. Осы майды таразымен өлшеп 100 грамын өлшеп алып, қазір газға ертеміз. Қамырымыз 10 минуттай тұрды. Енді осы қамырды тағы да алып, қолымызбен нығыздап, үйін қандырып, 1 рет илеп аламыз. Одан кейін барып, осы қамырмен жұмыс жасаймыз. 5-6 минутқа тағы қойып қоямыз. Мінекей, енді қамырды алып, жақсылап жайып аламыз. Үстіне ұн себелеп отырып, 2 жанын басып, ортасын онша күш түсірмей, домалақ етіп жайып аламыз. Қамырды осылай жайып алдық. Енді осының үстінен сары майды жағып шығамыз. Түгелмен қолымызбен немесе щеткамен осы қамырдың барлық жерін жеткізіп, осы майды жағып аламыз. Майды жағып алған соң үстіне қатпарлары көрініп тұру үшін осындай ұнды бір себелеп шығамыз. Және осылай оқтауға ораймыз. Оқтаудың үстінен орап, қазір пышақпен кесеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай оқтаумен кесіп алған соң, оқтауын қамырдан босатып аламыз. Одан кейін осы қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Содан кейін шетінен бастап орап отырып, осылай ортасынан жеткенде бір кесіп аламыз. Содан кейін таразға қойып 140 грамдай етіп өлшейміз. Барлық қаттамаларды осылай 140 граммен өлшеп кесіп алдым. Ең соңғы бөлігі кішілеу болып қалды, ештеңе етпейді. Соны барлығын осылай үстінен бір басып,
қосылған жерлерін астына жіберіп, кесілген жерлерді білдіртпей жібереміз. Содан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Арасындағы майлары жақсы сіңіп, қатып тұрады. Менде осы қамырдан 7 дана қаттама шығады. Енді тоңазытқышқа қойған қаттамаларымызды шетінен алып отырып, біртіндеп жайып аламыз. Аздап ұнды себелеп отырып, барлық қаттамаларды жайып шығамыз. Енді табамызды газға қойып, аздаған май қоямыз. 2-3 ас қасық май қойып, ол қызғаннан кейін ғана осы қаттамамыз салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Әр қаттамаға 1-2 минуттай уақыт кетеді. Бетін қақпақпен жауып пісірсеңіздер де болады. Осылай жан-жағын қаттырақ басып тұрмасаңыздар, ортасы ғана пісіп, шеттері піспей қалуы мүмкін. Барлығын осылай қызартып қуырып аламыз. Май сәл азайғанда үстінен 1-2 ас қасық май қойып тұрамыз. Әзірге 3 қаттаманы пісіріп, қалған 4-еуін мұздатқышқа салып қоямын. Керек кезде шайға дем арасында пісіріп, жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Ыстықтай жақсы желінеді. Міне осымен қаттамаларымыз да дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте қатпарлы және қытырлақ болып шығады. Қалған 4 дана қаттаманы да осылай жайып, осындай пленка пакетке кигізіп, немесе салафанға кигізсеңіздер де болады. Бетін осылай жауып, мұздатқышқа сақтасаңыздар, 1-2 айға дейін сақтауға болады. Немесе дәл осы рецептпен жасап, сатып, табыс тапсаңыздар да өте тез өтетін өнім. Құрметті достар, егер де сіздерге осы видеом пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, астына пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.